кеш құрметті достар, сіздермен бірге Келешов Асхат. Бүгін сіздермен алдағы 15 минут ішінде бір журналда оқылған мақаладан алған сезіммен бөлісіп, соны талдайтын боламыз. Журнал барлықтарыңызға белгілі шығар деп ойлаймын. Қазақ қоғамындағы өте сапалы және де ешқандай аналогиясы жоқ өте керемет журналдардың бірі Жаһан журналы, бас редакторы Болат Есқараұлы. Осы Жаһан журналының 2019 жылдың 8-ші шығарылымында, яғни желтоқсан айының шығарылымында, екінші мақаласы оқылуға тиіс шоқтықты шығармалар, яғни оқылуға тиісті шоқтығы биік шығармалар жайында айтылған. Енді мен сіздерге осы шығармадағы басты абзацтардан ең керекті деген жерлерін оқып, сол бойынша бір кішігірім талдау жүргіземіз. Негізгі шығарманың бірінші абзацында адам баласы 70-80 жылдық шамамен өмірі бар болатын болса, соның ішінде күніне 8 сағатын жұмыс істеуге арнайтын тура айтылған. Яғни, оны бүкіл өмірін көбейткен кезде 80 мың сағат жинақтап келгенде жұмырбасты пенденің жұмыс істеуге ғана кететіндігі, яғни оның өзінде ауырмай, сырқамай, тоқтаусыз еңбектенсе, осы 25 пен 60 жас аралығында 80 мың сағатты ең өнімді, ең жемісті уақыт ретінде жұмсайтынын байқауға болады деп статистика жүргізген екен. Екінші абзацында капиталистік заңдармен жүріп тұруға тиіс бүгінгінің адамына басқадай таңдау жоқ деп айтады. Яғни, қалайда қайтсе де осы 8 сағатын күніне жұмсауы керек, яғни аптасына 5 күн. Тіпті осыған да шүкір айтып, тәубе деуге тиіс дейді мақаланың авторы. Себебі бұдан да сорақы жағдай бар дейді, ол жұмыссыздық. Екі қолға бір күрек таппай, бос сандалу, ешкімнің керегіне жарамай салпаңдап жүру оңай тірлік емес. Жұмыссыз қалса, үйіндегі бала шағасы, ата-анасы тиын тебенсіз қалып, дос жаранға күлкі болу ықтималдылығы жоғары дейді. Яғни, жұмыссыз қалғаннан бар жұмысқа шүкір етуге соның өзі абыройлы істейді. Яғни, капиталистік заңдармен өмір сүруге тиіс бүгінгінің адамында басқа таңдау жоқтығын айта келе, бұдан да шығуға, бұндай тығырықтан да құтылуға болатын жолды бізге айтып отыр. Бұл жолды негізі барлық адамдар біледі дейді. Таңертең таң азанда тұрып, қас қарайғанша жұмыс істегеннен осы бір нәрсені қолға алса, адам ешқандай жұмыссыздықтың кеселінен қорықпайтындай дәрежеде жүре алатындығы туралы айтып жатыр. Мақалада алғашқы 4-5 абзацында өте қатты созып жіберген секілді, бірақ бізге бұл нәрсенің алдымыздағы, қазір мен де бөлісетін боламын, осы бір әдіс тәсілдің адам баласына өте маңызды екендігін тайға таңба басқандай қылып жеткізу үшін ежелеп түсіндіруде. Яғни, мына жерді оқып кетсек артық болғандығы емес, санасына нұр құятын, бойына күш беретін, көңілін байытып, рухын бекітетін, жанына жай таптырып, жүрегіне сенім ұялататын бір тәсілмен бөлісуге болады. Бұрынғылардың кәдесіне жараған, қиналғанда демеген, құлағанда сүйеніш болған, бұлыңғырда адастырмай, қараңғыда жарыққа жетелеген,
қиядан жал, қиыннан жол табуға септескен, бір сөзбен айтқанда қысталаңда демеу болып, мұнарлы мұратқа жеткізген бір әдісті көрсетуге болады деп әлі айтып келе жатыр. Оны сіз білесіз дейді. Бірақ күнделікті өмірде кіріктіруді вообще деген артық кетті. Ешқашан ойламайсыз дейді. Бірақ бұған мән бермейсіз дейді. Мысалы, фитнес-клубқа кешікпей баратын шығарсыз, жұмысқа уақытында жететін шығарсыз, тамақты да мезгілінен асырмай ішетін шығарсыз, бірақ тек осы бір маңызды мәселеге келген кезде бой күйездікке берілесіз. Керенаулыққа ұрынасыз. Бұл журналдың тіліне өзімде бір жылдан бері үйреніп келе жатырмын, өйткені ескі қазақ сөздерін жаңарту мақсатында осындай сөздерді пайдаланады. Яғни, журналымызға оралатын болсақ, оның пайдасын біле тұра, менсінбей салқын қарайсыз. Оны бүгін, қазір жасамайсыз, ертеңге, арғы күнге қалдырасыз, арғы күнге ысырасыз, бос уақыт тапқанда айналысатын болып шешесіз. Пайдасы мен игілігін біле тұра солай істейсіз. Сөзіміздің аңғарын ұққан шығарсыз дейді. Не нәрсеге меңзеп тұрғанымызды түсінген шығарсыз дейді. Мен 3-ші абзацты оқып бастаған кезден бастап не туралы айтқысы келіп жатқанын бірден түсіндім. Сіздер де менің ойымша бірден түсінген шығарсыздар. Бұл тағы да кітап туралы айтып отырмыз деп жалғастырады автор. Жанымызға тыныштық сыйлайтын, өремізді өсіріп, күнімізді берекелендіретін таптырмас құрал туралы айтып отырмыз. Және арзан, күлді адам дүниелер туралы емес, уақыттың тезінен өткен еңбектер туралы айтып отырмыз. Талай мықтының бағын ашып, жұлдызын көтерген, екі дүниенің бақытын сыйлаған классикалық шығармалар туралы айтып отырмыз дейді автор. Бұрынғылардан бізге, бізден кейінгілерге аманат болатын жәдігерлер туралы айтып отырмыз дейді автор. Дүниенің білімін, ғаламның хикметін ұғынуға көмегі тиетін мәңгілік туындылар туралы айтып отырмыз дейді. Мына жерде өте керемет сөз айтылған. Өзіңіз де байқаған шығарсыз, бүгінгі заман Орынбор, Том, Тройскіде оқу үшін елден жылу жинайтын дейді. Яғни қосымша қаражат жинап, біреуден ат, біреуден тай сұрап, қазақ балдарын сол замандарда оқытқан екен. Бұл дәл сондай әдіс тәсілді қолданатын Сұлтан Махмұттың, яғни Сұлтан Махмұт Торайғыровтың заманы емес. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да, бәрі орыста дейтін Абайдың да заманы емес. Бүгінгі заман технологияның заманы. Гарвард пен Оксфордтың, Стэнфорд пен Кембридждің оқымыстыларын онлайн жағдайда тыңдауға болатын кеңшілік заман. Тілін білсең болды, ғылымын да, білімін де оп-оңай игеруге болады. Бірақ қандай білім, нендей ғылым, көп ретте мамандыққа қатысты білім, салаға қатысты ғылым. Ал жалпы санамызда өсіретін, интеллектуалдық өремізді көтеретін классикалық шығармалармен танысу үшін ағылшын тілін меңгерудің де қажеті жоқ. Өйткені біздің дүкендерімізде, кітап сөрелерінде, орыс тілінде де, қазақ тілінде де, құдайға шүкір, қазір сондай классик авторлардың классикалық шығармалары сатылымда тұр. Оны оңай барып алып, іздеген дүниемізді кітап сөрелерінен оңай таба аламыз. Яғни ана тілімізде де табуға болады. Өйткені Дантеде аударылған, Гетеде аударылған түгел классикалық шығармалар қазақшаға тәржімаланған. Оның үстінде жақында рухани жаңғыру аясында арнайы филологтардың бастамасымен 100 шақты кітап қазақ тіліне аударылған болатын. Оны да дұрыс пайдаланғанымыз жөн. Енді кітапта, яғни мақалада автор Андре Маруа деген француздың атақты жазушыларының жинаған ең маңызды деген кітаптарын тізіп шығады.
мен олармен сіздерге егерде ссылкасын жіберіп немесе бөлек кітаптарды кейін талдап берем. Өйткені бұл кітаптардың көбісімен мен өзім таныс емеспін. Ең бастысы мен бұл жерде айтқым келгені Андре Маруаның кітаптар тізімін айтып келіп, автор өте бір керемет тәсілді қолданып, өзіміздің Мұхтар Мағауиннің кітаптарына тоқтаған екен. Өйткені Мұхтар Мағауин қазақтың заңғар жазушысы. Ол кісі де өзінің оқылуға тиісті кітаптардың тізімін береді дейді. Оның ұсынатыны өзіміздің ұлы ақынымыз Абай Құнанбаевтың ғақлиясы, қара сөздері, Мұхтар Әуезовтің әңгімелері, Қараш-қараш пен қилы заман, Абай жолы шығармалары, Сәбит Мұқановтың өмір мектебінің бірінші кітабы, Гоголь секілді орыс жазушыларының Мир город, Петербург повестері секілді шығармалары және де батыстың да шығармаларына өте кеңінен тоқтайды. Достоевский, Толстойдың кітаптарына да, Эрнест Хемингуейдің кітаптарына да сілтеме берген екен. Одан бөлек Мұхтар Мағауин ағамыздың жанына жақын жазушылар бар екен. 7 емес, 8 екен. Тургенев, Толстой, Стендаль, Бальзак, Джек Лондон, Чехов, Мопассан және Хемингуэй екен. Мақала осылай соңғы 3 абзац қалған кезде аяқталады. Бұл жерде мақалада неге бірден қазақ жазушылар мен ақындарының Жүсіпбек Аймауытовтың, Ғабит Мүсіреповтің, Бердібек Соқпақбаевтың, Ғабиден Мұстафинның кітаптарын кім оқиды, Әбіш Кекілбаевтың кітаптарын кім оқиды деп сұрақ туындауы мүмкін дейді автор. Өйткені жоғарыда бүгінгі сұлтан Махмұттарға, яғни деп түсіндіріп келеді, ата қазақтың дана сөзі мен жаңа қазақтың сара сөзін оқып білген жас адамға ескерту дейді. Яғни бұл жерде автор оқып білген дейді. Ата қазақтың дана сөзі деген алдымызда жоғарыда айтылған Жүсіпбек Аймауытов, Ғабит Мүсірепов бұлардың бәрі кіріп кетеді. Жаңа қазақтың сара сөзін оқып білген, яғни бүгінгі күннің авторларында оқыған қазаққа, жас тұлғаға, яғни жас адамға дейді, ескерту ретінде мына авторларды да жоғарыда айтылған Андре Маруа деген автормен Мұхтар Мағауин ағамыздың жаңағыдай бөліскен шығармаларымен де бөлісіп отыр. Ал бұл сөзді тереңірек түсіну үшін автор келесі журналдың мақалаларынан оқып білесіз деп бізді асыға күтуге үндеп отыр. Мынадай бір керемет Джек Маның 8 сағат жұмыс жасайтын бүгінгінің адамы кешкі уақытты 18:00 мен 23:00 арасын тиімді пайдаланса, яғни дәл осы уақытта кітап оқып білімін көтерсе, карьерасы берекелене түседі дейді. Өйткені Джек Маны танымайтын болсаңыздар, Джек Ма өзіміздің App Store'дан немесе Google қосымшасы арқылы Play Market'тен біз сатып алып жатқан Alibaba және AliExpress деген үлкен онлайн дүкен бар. Сол дүкеннің иесі, яғни сол дүкеннің құраушысы болып табылады. Бұл кісінің айтатыны жөн деп ойлаймыз. Мақаламыздың соңында тағы да мынадай оймен бөлісіп кетейік. Бұл кітапты біз бір күнде немесе бір айда бітіре алмаймыз. Қаншама кітаптарды айттық, бұны біз бір жылда да түгесе алмаймыз. Алайда үздіксіз оқып отырып, 2 жылда тамамдауға болады дейді. Егер қайрат көрсетуге жарасаңыз, сөз жоқ, өрісіңіз кең, қарымыңыз ұзын, алдағы өмір жолыңыз даңғыл болады деп уәде беріп отыр автор. Бүгінгі осымен біздің аудио бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада сіздермен асыға жолығуды күтетін боламыз.
сау саламатта болыңыздар.